Армысыздар, Ирбис телекомпаниясының тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда Қасымхан Алдашев. Бүгінгі хабарымызда көретіндеріңіз. Қосымша жеңілдіксіз шағын бизнес нысандарының жұмысы басталатыны жайлы ақпарат жалған болып шықты. Екінші аукцион осы жолы бағасы төмендеуде. Өмір бойына бас бостандығынан айырылғандарға арналған құрылысы бітпеген түрме кешені бөлік-бөлікпен де сатылмауда. Гараж кооперативінде жертөлелер су астында қалды, адамдар көмек сұрауда. В данное время где-то находится сантиметров 60 воды. Продукцию уже там хранить нельзя, огородную. А это еще что погода сухая. Үйде қалыңыздар. Итальяндық әнші Ингрид павлодарлықтармен байланысқа шықты. Sulpak.kz интернет дүкені. Дивандар, ас үйде, жуынатын бөлмеде тұрып сатып ал. Техниканы үйден шықпай, тиімді бағамен және тегін жеткізумен сатып ал. Sulpak.kz артық шығынсыз. Сапалы және мол өнім бұл әрине көп еңбекті талап ететін, жұмыс пен адамның денсаулығына қауіпсіз болатын табиғи тыңайтқыштар. Вермитех плюс сұйық биогумус қызыл калифорниялық құрттардың көмегімен өндірілген бірегей өнім. Фермерлік және бағбандық шаруашылықта таптырмайтын зат. Бұл тыңайтқышты астықты, майлы, азықты және басқа да ауыл шаруашылық дақылдары мен бау-бақша телімдеріне қолдануға болады. Сұйық биогумус Вермитех плюс жақсы және пайдалы өнімдер. Қаланың бағбандық дүкендерінен сұраңыздар. Телефондары 39 34 34 39 34 90 8 777 938 23 44. Арматураланған газоблок 470 теңгеден, телефондары 78 32 32 78 42 42. Жеңілдіктер, орасан зор жеңілдіктер. Тек қана сіздер үшін тиімді бағалармен Ирбис ТВ телекомпаниясының жаңалықтары мен фильмдерінде өз жарнамаңызды орналастырыңыз. Және табыс сізге кепілденген. Барлық сұрақтар 8 71 82 55 08 55 8 701 918 15 60 телефондары бойынша жарнама бөліміне хабарласуға болады. Жүргізушілерге киім сұнған Ламберти ерлер киім салоны. Шөкен 100 көшесіндегі үй тұрғындары карантиннен босатуды талап еткен еді. Бұған орай қалалық штаб коронавирус індетін жұқтырған екінші адамнан қайта тест алу шешімін қабылдады. Енді адамдардың баспанадан шығу-шықпауы анализ нәтижесіне байланысты болмақ. Шөкин көшесі 100 мекен жайындағы көп қабатты үй 26 сәуір күні екінші мәрте карантинге жабылды. 4 күн бұрын бұл подъезден коронавирус жұқтырған екінші ер адам анықталды. Кеше халық азық-түлік таусылды. Кейбірінде пәтер жалдауға, тамақ алуға ақша жоқ деп карантиннен толық босатуды, немесе материалдық көмек көрсетуді талап еткен болатын. Бұл оқиғадан соң шұғыл жиналыс өткізген қалалық штаб бүгін жағдайға түсініктеме берді. Қалалық штаб отырысында ауруханада жатқан ер адамнан қайта анализ алу шешімі шығарылды. Егер тест оң нәтиже көрсетсе, Павлодар облыстық бас санитарлық дәрігерінің қаулысымен карантин барлық 14 күнге созылады. Егер тест нәтижесі теріс болса, карантин тәртібі алынып тасталады. Сондай-ақ қалалық әкімдік кеше біз біргеміз қорынан үй тұрғындарына азық-түлік жиынтығы таратылғанын хабарлады. Адамдардың айтуынша бұған дейін шенеуніктер аталмыш үй тұрғындарына егер коронавирус жұқтырған жаннан алынған тест нәтижесі теріс болса, аулада қыдыруға, сондай-ақ жақын маңдағы дүкендерге баруға рұқсат етеміз деп уәде беріпті. Кеше толық босатуды талап еткен тұрғындардың бірі есік алдына шатыр орнатып, аштық жариялайтынын мәлімдеген еді. Ер адамды сабасына түсіру мүмкін болды. Қазіргі уақытта Шөкин 100 үй тұрғындарына далаға шығуға мүлдем тыйым салынған. Бибі Нұрмұқашева, Антон Тыщенко, Ирбис телекомпаниясы. Нұр Отан партиясының өкілдері біргеміз қоры аясында 50 мың теңгеге кім ие бола алатынын айтып берді. Ескерту керек, аталмыш төлемдер бюджеттік қаражат емес. Сонымен қатар, ертеңнен бастап біз біргеміз акциясы аясында халықтың осал топтарына азық-түлік жәшіктері жеткізіледі. Толығырақ бизнес-блокта.
Қазір тауарларды бөлшектеп салуда жәшіктің ішінде қант, тұз, қарақұмық, шайсында азық-түлік өнімдері мен жеке гигиена заттары. Тауарлар қайырымдылық қаражатына алыныпты. Олар ардагерлер, көп балалы және аз қамтылған отбасыларға арналған. Қазір 520 азаматтан құралған тізім әзірленді. Ертеңнен бастап мамырдың 1-іне дейін біздің мәслихат депутаттары көліктердің көмегімен аталмыш азық-түлік өнімдерін Павлодар қаласы бойынша тасымалдауды жоспарлап отырмыз. Айта кетейін, аймағымызда біргеміз қорының біріншілігі аясында 8 мыңға жуық адам 50 мың теңгелік көмек қаражатын алыпты. Жәрдемақы азаматтардың 7 категориясына тағайындалған. Аз қамтылған көп балалы отбасылар, мұқтаж мүгедектер, мүмкіндігі шектеулі жанды күтіп жатқандар, минималды зейнетақы алатын жалғыз басты зейнеткерлер, жетім балалар, Ұлы Отан соғысы және тыл ардагерлері. Қасымхан Алдашев, Валерий Павлов, Ирбис телекомпаниясы. Құрылысы аяқталмаған солтүстік өндірістік аймақтағы өмір бойына бас бостандығынан айырылғандарға арналған абақты қайтадан саудаға қойылды. Бұл биылғы жаңа шарттар бойынша өткізілетін екінші аукцион. Бірнеше жыл бұрын қалалық коммуналдық меншікке берілген арнайы мекемені бағалау құны 3 миллиард 800 миллион теңге болатын бірыңғай кешен ретінде бірнеше рет сатуға тырысты. Аяқталмаған құрылыс нысанына өту бөлмесі, кездесуге арналған бөлмелер, бірнеше серуендеу аймақтары, автономды қазандық, су қысқыш мұнара, 50 орындық асхана, 2 қабатты жатақхана және тағы да басқалар кіреді. Бірақ сатып алғысы келетіндер табылған жоқ. Нәтижесінде 11 лотқа бөлген. 1 наурызға жоспарланған бәссауда өтінім түспеуінен ұйымдастырылмады. Екінші аукцион сәуірдің 30-ына жоспарланған және аукцион құны бастапқыдан 50%-ға дейін төмендетілді. Екінші сауда-саттық кезінде жалғыз қатысушыға сатуға тыйым салынады. Себебі кем дегенде 2 өтініш болуы қажет. Ал үшінші кезде жалғыз қатысушыға сатуға болады. Егер 30 сәуірге жоспарланған аукцион ұйымдастырылмаса, келесі кезең 20 жұмыс күнінен кейін өтеді. Бұрынғы АП-162 бөлшек 5 колониясының мүлкі осы жылы 3-ші рет электронды саудаға шығарылады. Естеріңізге сала кетейік, абақты 2014 жылдың мамыр айында толтырылмау себебі бойынша жұмысын тоқтатты. Сотталғандарды басқа өңірлерге ауыстырған. Жалпы ауданы 10 мың шаршы метрден асатын ғимараттар кешені 24 жылжымайтын мүлік объектісін қамтиды. Оның ішінде әкімшілік корпус, жатақхана, түрлі тұрмыстық үй-жайлар бар. Бастапқы бағасы 122 миллион теңгеден астам. Бұл жолы сату әдісі құнын төмендету. Ең төменгі баға белгіленбейді. Сауда мамырдың 14-не белгіленген. Жалғыз қатысушыға сатуға болады. Жансая Толипова, Ольга Шкрет, Серік Қонақбаев, Ирбис телекомпаниясы. Соттар карантин кезінде де жұмысын жалғастыруда. Барлық іс онлайн тәртіпте қаралғанымен, судьялар мен басқа да сот мамандары жұмыс орнында. Ол туралы бүгінгі брифингде Павлодар облыстық сотының төрағасы айтты. Облыстық сот төрағасы міндетін атқарушысының мәліметіне қарағанда, карантин кезінде әкімшілік іс көбейіп, қылмыстық істер саны едәуір азайған. Яғни 38-ге кем. Төтенше жағдай кезінде адамдар көбінесе ымыраға келуді таңдапты. Сәуір күніне қарағанда 7887 азаматтық іс қаралды. Оның ішінде 1734-ті осы төтенше жағдай кезінде қаралып жатыр. Оның ішінде үлкен рахмет айтқымыз келеді. 756 іс, азаматтық іс бітімгершілікпен, примирение дейді ғой, бітімгершілікпен бітіріп, 81-і осы төтенше жағдай кезінде бітті. Карантин кезінде әкімшілік істер саны артқан, яғни 2515 іс, оның 985-і төтенше жағдай кезінде карантин ережесін бұзумен байланысты. Дегенмен де соттар бұл ретте жаза ретінде тек ескертумен шектелуді жөн көреді. Ал төтенше жағдай тәртібін бұзған үшін қамауға алынғандар аз. Көбінесе мұндай жағдайлар ескертумен немесе айыппұл салумен аяқталады. Бейбін Нұрмұқашева, Антон Тыщенко, Ирбис телекомпаниясы. Facebook әлеуметтік желісіндегі Немалчи тобында Павлодар әйелдерді бейімдеу орталығына шағымданған адамның бейне жазбасы пайда болды. Келіншектің айтуынша орталықта оларды қолдаудың орнына кемсітіп қорлайтын көрінеді. Біз жағдайдың мән-жайын анықтау үшін мекемеге бардық. Фейсбуктегі бейне жазбада әйелдерді әлеуметтік бейімдеу орталығында тиісті қолдау танытпайтынын, керісінше аумақты жинатып балаларға алаңда емін еркін ойнауға рұқсат етпейтінін айтады. Алайда шағымдаған келіншек бізбен сөйлесуден бас тартты. Лена, скажите тогда, пожалуйста, зачем вы обращаетесь в соцсети, жалуетесь, если сейчас вы не хотите в открытую сказать о своей проблеме?
Да с чего вы взяли, что я подставной? Я увидел вашу запись в Фейсбуке и вот приехал сюда за разъяснением. Сейчас хабар приедет, я все выйду и скажу на телевидении. Мекеме директорының айтуынша мұнда қазіргі таңда 8 адам тұрады. Барлығы орталықта әйелдер мен балаларға жақсы жағдай жасалған. Уақытында тамақтанады, далада серуендейді. У нас прекрасные условия. Мұнда барлығы жақсы. Күнде ет, жеміс, жидек жейміз. Одан басқа не керек? Ешкім сені далаға қумайды. Баспанаң да бар. Жағдайға мекеме директоры да түсініктеме берді. Айтуынша орталықтың өз тәртібі бар. Кесте бойынша тамақтанып жатып тұрады. Тіпті дүкен мен дәріханаға бара алады. Аулада да еркін жүруге болады. Ал бейнероликте бой көрсеткен әйел ішкі тәртіпті бірнеше рет бұзған. Ей не нравятся эти условия. Ол азаматшаға біздің тәртіп ұнамайды. Қыркүйек айынан бастап ішкі тәртіпті бұзып, үстінен 59 рет баяндама түсті. Мұндай көптеген ереже бұзушылықтар үшін әйелді мекемеден шығарып жіберуге де болатын еді. Алайда біз оған түсіндіріп, қатесін көрсетуге тырысамыз. Әйелдің 4 баласы бар. Күйеуінен жәбір көрген сон осында келген. Сонымен қатар мекемеде келіншекке жәрдемақы алу үшін құжаттармен көмектескен. Және орталық басшысы шәлкес мінезіне қарамастан оны далада қалдырмаймыз деп жауап берді. Бибинур Мұқашева, Серік Қонақбаев, Ербис телекомпаниясы. Карантиндегі Мир көшесіндегі нөмір 54 бөлшек бірінші үйдің тұрғыны ауыр халде жансақтау бөліміне түсті. Үндеуді әлеуметтік желіге ұлы жариялаған. Оның айтуынша жедел жәрдем бригадасы келгеннен соң әкесі ауыр инсульт алған. Толығырақ біздің дәстүрлі айдарымызда. Бұл таңғаларлық кадрлар желіде жарияланған. Ұлының айтуынша әкесінің бас айналып, өзін жаман сезінген көршілер жедел жәрдем бригадасын шақырады. Дәрігерлер науқастың жоғары қысымын анықтап, ине салып кетіп қалған. Келесі күні таңертең ер адамның үйіне кіре алмады. Мен Ақсуда тұрамын және карантинге байланысты келе алмағандықтан досымның жоғарыда көрсетілген мекенжайға баруды сұрадым. Ол 12:40-та сонда болды. Темір есік ішкі жағынан жабық болғандықтан төтенше жағдай мамандарын шақырдық. Құтқарушылар сағат 14:00-де келгенімен әкімдіктің рұқсатынсыз есікті аша алмайтынын айтты. Содан кейін тек сағат 16:00-де әкімдік рұқсат берді. Көршілер көрген сол бір сәт қорқыныш ұялатады. Денсаулық сақтау басқармасында қызметтік тергеу жүргізуде, пациенттің жағдайы ерекше бақылауда. Ол ауыр халде 3-ші қалалық ауруханаға ауқымды ишемиялық инсульт диагнозымен жеткізілді. Қолданушыларды бұл жағдай қатты шошытты. Бізде коронавирустан басқа ауру қалмады. Ер адам тезірек сауықсын. Жөтелсе бірден алып кететініне сенімдімін. Саяжайшыларды коронавируста дабылды ескертулер де алаңдатпайды. Таң атысымен аялдамалар лық толы. Желіде таралған кадр бойынша автобуста ине шаншар жер жоқ. Павлодар облысы әкімдігінің баспасөз қызметі хабарланғандай, 10-шы бағытта жүктемені азайту үшін қосымша автобустар бөлінетін болады. Қаладағы эпидемиологиялық жағдай оңалған кезде қозғалыс кестесін көбейтеді. Әйтпесе саяжай маусымына қайтадан тыйым салынуы мүмкін. Павлодарлықтар әдеттегідей есептегіштердің көрсеткіштерін бере алмай жатқандығы туралы пікірлер қалдыруда. Айтуларынша диспетчерлік қызметтің WhatsApp желісінде бірде-бір нөмірі бойынша жауап бермеген. Су арнасы мен энергия орталығының WhatsApp нөміріне жібергенім оқылмады да, бұрындары да бірден қабылданды деп жауап жазатын. Өздері қоңырау шалсын, тілдесу мүмкін емес. Ақша жинаудың жаңа тәсілі. Ал 4 мамырдан бастап кәсіпкерлік субъектілерінің қызметін жаңартатын тізім туралы желіге тез тараған ақпарат жалған. Облыс әкімдігі тек ресми деректерге сілтеме жасауды өтінді. Әнші Ингрид павлодарлықтардан үйде қалуды сұрайды. Итальянды қарудыңды карантинде отырғанына 2 ай. Естеріңізге салайын, бұл Еуропадағы коронавирус ең көп тараған елдің бірі. Толығырақ алдағы сюжетте. Ингрид Павлодарға 2017 жылы келді. Ол кезде итальяндық әнші қала күнінде жағалауда ән салған болатын. Тыңдармандарына керемет кеш сыйлаған еді. Қазір әнші барлығы секілді үйде отыр. Аталмыш елде карантиннің жалғасқанына 2 ай. Бұл ретте ол Ербис телекомпаниясы арқылы қазақстандық, оның ішінде жанына жақын павлодарлық өнерсүйер қауымға сәлем жолдауды шешкен. Привет, Павлодар. Барлық павлодарлықтарға сәлем жолдаймын, денсаулық тілеймін. Италиядан жалынды сәлем. Індеттен құтылудың жалғыз жолы үйде отыру. Сондықтан өздеріңізге абай болыңыздар.
Әнші де барлығы секілді пандемияның аяқталуын асыға күтіп жүр. Дегенмен де уақытын босқа өткізбей пайдалы ақпараттарды оқып, біліктілігін шыңдап, тіпті анасының үйіне жөндеу жасауға көмектесіпті. Ару карантин уақыты аяқталғасын барлық елдер ашылып, ән сапарларын жалғастыруға үмітті. Бұл ретте павлодарлықтарды да қуантуға сөз берді. Бейбін Нұрмұқашева, Серік Қонақбаев, Ирбис телекомпаниясы. Суды сорып шығарудан пайда жоқ. Циолковский көшесінде орналасқан көлік жайлар жер асты суынан зардап шегуде. Мәселе көктемде пайда болып, желтоқсан айына дейін жалғасады екен. Адамдар көмек сұрап, дренажды жүйе құрастыру қажет дейді. Циолковский көшесінде орналасқан көлік жайларда иелері толық көлемде пайдалана алмайды. Ғимаратта орналасқан жер қоймаларды үнемі су басады. Осы ретте кейбір адамдар өздері дайындаған қорларын басқа жерде сақтауға мәжбүр. Михаил мен Вера Савельевтер бұл гаражды қыс мезгілінде қорларын сақтау үшін 2003 жылы сатып алған. Айтуларынша 11 жыл бойы су басу мәселесі болмады. Ал 2014-тен бастап жер қоймаға су кіру мүмкін емес дейді. В 2014 году весна, половодье прошло. 2014 жылы қар ерігеннен кейін жер қойманы ашқанда іші суға толып қалғанын байқадық. Ондағы картоппен сақтаған ағаштарымызды су басты. Кейін бірден жинап тастап, екі тіреу блогын қойып, үстін ағашпен жаптым. Осылай сақтауға тура келді. В 2016 году 2016 жылы 2 қап сәбіз бен картоптың басым бөлігі судың астында қалды. Банкада сақталғандардың барлығы да жарамсыз. 2016 жылдан бастап жер қойманы мүлдем пайдалана алмаудамыз. Таныстардың үйіне апаруға тура келеді. Сіздерден көмек сұраймыз. Мұндай мәселеге тек Савельевтер жанұясымен қатар басқаларда тап болды. Барлық көлік жай кооперативі шағым түсіруде. Айтуларынша сорып шығарудан пайда жоқ. Жер қоймаларында су желтоқсан айына дейін тұрады екен. Осы ретте зейнеткер тіпті резеңке етік сатып алған. В данное время где-то находится сантиметров 60 воды. Продукцию уже там хранить нельзя, огородную. А это еще что погода сухая, весна. Хорошая, сухая. А если затяжные дожди начинаются, то тут почти полный погреб воды набирается. Төтенше жағдай мамандары телефон арқылы жағдай жыл сайын қайталанатынын растады. Су жер астынан шығады. Мәселені тек жергілікті атқарушы орган шеше алады. Қалалық әкімдік біз жіберген ресми сауалды зерттеуде. Бекбол Мырзахан, Азиз Айсабай, Серік Қонақбаев, Ирбис телекомпаниясы. Павлодарлық бағбаншылар тоқтамайтын автобустарға шағымдануда. Айтуларынша көлік іші адамға толы. Бейнелерді біздің мобильді қосымшамызға жіберді. Сондай-ақ бір көп қабатты үйдің терезесі астында биодәретхана орнатыпты. Көрейік. Короленко 355. Поставили биотуалет. Отличное решение, чтобы под окном не гадили. Остановка, вторые дачи. Народ собрался на дачу. Ждем автобус. 3 автобуса прошло мимо. Мы все сидим. Народ идет и идет, автобуса ни одного нету. Новое кладбище, могилка. И такая мусорка еще с прошлого года. Никто не убирает. Все мусор просто кидают заново. Павлова 11/1 во дворе дома. В прошлом году еще проводились работы сантехнические. Так и не доделали, не в прошлом году. Уже повторно отправляю сообщение вам. Лермонтова 113 и вот Лермонтова 107. В прошлом году осенью вот эти щебенки насыпали здесь и уехали. Когда мы спросили у них, у рабочих, они сказали, что асфальт будет прокладывать, но деньги закончились. На следующем 2020 году говорит, асфальт положен. Сейчас до сих пор асфальта нету, вот, как видите. Вон там, в той стороне машины всегда буксуют. Просьба, пожалуйста, уважаемые представители ЖКХ, вот сделайте асфальт, чтобы было нормально, чтобы люди ходили. Камзина 58/1, вот установили столбы, а света до сих пор нет. Примите меры, пожалуйста. Баян Батыр 2. У нас 3-я квартира, у соседей 6-я. Постоянно топят нас, неоднократно. Уже в КСК писала я заявление на них. Везде тишина, никто ничего не хочет делать. Потолок обваливается, фианиты все уже перегорели.
полностью. Скоро потолок у нас полностью рухнет. За ним пойдет кафель. Кто будет восстанавливать? Во дворе все порядок, а вот козырьки невозможно смотреть, все гниет. Воздухом бабушки дышат. Везде это. Кто должен сметать? Павлова 23. Бүгінде әлеуметтік желілерде түрлі челлендждерді көруге болады. Бірі физикалық жаттығулар жасап жатса, өзгелері шаштарын алып, эстафетаны жора жолдастарына жолдауда. Кейбіреулері аспаздық өнерлерін интернет арқылы паш ете бастады. Ал аймағымыздың белді театр ұжымы карантин уақытында қызықты әрі пайдаланы челлендж жариялапты. Қандай екенін әріптесім Бекбол Мырзахан айтып берсін. Карл Клара украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет. Если бы Карл не крал у Клары кораллы, то Клара бы не украла у Карла кларнет. Такой челлендж актеры проводят уже не в первый раз. Сначала он был локальный. Сегодня достиг таких масштабов, что захватил весь город. Участником может стать любой желающий. Как оказалось, искусством речи владеют многие павлодарцы, даже самые маленькие. На раскраске карасенка 3 веселых поросенка. Карасенок поросят перекрасил в карасят. На карантине актеры развлекаются как могут. Этот челлендж был рассчитан на наших учеников, на наших детей театральных. Собственно, мы его и опубликовали 17 марта, успешно поучаствовали и ненадолго забыли. И сейчас челлендж получил вторую жизнь, и мы его опубликовали на странице в Инстаграме, на театральной странице. Поэтому мы всех призываем, наших павлодарцев, пожалуйста, поучаствуйте. Поскороговорим вместе. Одна из самых опытных актрис Павлодарского театра Халима Хазиева, как и все на карантине, делится полезными советами с павлодарцами, как можно улучшить дикцию. Очень многих людей зажата челюсть нижняя, и люди вот так вот разговаривают плоским звуком. Это очень-очень часто встречающееся явление. А чтобы звук был красивый, не плоский, а круглый, я вам советую вот 5 минут в день заниматься при помощи такой пробки. Смотрите, зажимаем ее зубками и говорим 5 минут. Например, однажды галок-попугай в саду увидел попугая. А актриса Татьяна Солдатова поделилась неизбитыми скороговорками и одними из самых сложных в русском языке. Командир говорил про подполковника и про подполковницу, про подпоручика и про подпоручицу, про подпрапорщика, про подпрапорщика, про подпрапорщика, а про подпрапорщицу, про подпрапорщицу, про подпрапорщицу промолчал. Эту эстафету скороговорок я хочу передать коллегам из нашего любимого театра имени Аймаутова. Челлендж продолжается. Самых скороговорящих ждут в сети. Азамат Айтхалин, телекомпания «Ирбис». Жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасы аясында Павлодар облысының 7 бірдей мәдени кешені жетілдіруден өтпек. Олардың қатарында Аймаутов атындағы қазақ музыкалы және Чехов атындағы драм театры да бар. Сондай-ақ мәдениет басқармасы алдағы мереке күндерінде өткізілетін шаралар жайлы онлайн брифинг өткізді. Толығырақ келесі сюжетте. Естеріңізге сала кетейін, Чехов атындағы драма театрының бірінші бөлігі соңғы рет 2011 жылы күрделі жөндеуден өткен болатын. Биыл ғимараттың екінші бөлігі қайта қалыпқа келтірілмек. Оған кіші акт залы, хореографиялық блок нысанның негізгі бөлігі, костюмдер цехы және ішкі бөлмелер кіреді. Ол үшін қазынадан 188 миллион теңге көлемінде қаражат бөлінді. Сонымен қатар Жүсіпбек Аймаутов атындағы театрда жаңартылмақ. Бұл ғимараттың да мәселелі бөліктерін реттеу көзделіп отыр. Қазақ театрында 402 миллион теңге қаражат бөлініп отыр. Бұл жөндеу жұмыстарының ішіне төбенің, ең басты төбенің жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Сіздер білесіздер, ол жерде өте су ағатын төбесі болған, кровля, соны жөндейтінбіз. Сосын сыртқы келбетті фасад, соны жөндейтін боламыз. Сосын ең басты мәжіліс залының, ең басты залдың модернизациясы ұйымдастырылады. Және ішкі жөндеу жұмыстары, әртістердің гримерлік бөлмелері, тағы да басқа ішкі жұмыстар жүргізілетін болады. Жөндеу жұмыстары және карантин бітісімен қос ұжым ұлы жеңістің 75 жылдығына орай жаңа премьераларын көпшілік назарына ұсынбақ. Бұл ретте мамыр айындағы мерекелер де назардан тыс қалмады.
1, 7, 9 мамырға арналған іс-шаралар бойынша президент әкімшілігінен келген ұсыныстар бойынша жұмыс жүргізіледі. Бүгінгі күнде 150-ден астам онлайн іс-шара жоспарланып отыр. Барлық шаралардың афишасы ертіс мәдениеті парақшасында жарияланып отыр. Баянауыл ауылында Ұлы Отан соғысына қатысушы 3 дәрежелі жеңіс орденінің кавалері Бақыт Қайдаровқа, Василий Христенкоға, Иван Кудинге және Бірлік ауылында Жылбек Ақаділовке арналған бюст орнату жоспарланған. Бюсттердің салтанатты ашылуы осы жылдың шілдесінде жоспарланып отыр. Айта кетейін, мамыр айында болатын барлық онлайн мерекелер жайлы ақпаратты облыстық мәдениет басқармасының парақшасынан білуге болады. Бекбол Мырзахан, Антон Тыщенко, Ирбис телекомпаниясы. Қазақстан құрамасы халықаралық хоккей федерациясының жаңартылған рейтингісінде 16-шы орында келеді. Бірінші ондық өзгеріссіз. Көш басында Канада, артынан Ресей мен Финляндия. Алда спорт жаңалықтары. Далада балалармен серуендеуге болады, ал спорттық нысандарда жаттығуға тыйым салынған. Аймағымызда барлық көп салалы стадиондар жабық. Сондай-ақ желіде спорт және мәдениет министрінің жаңа жарлығы қызу талқылануда. Неге екенін келесі сюжеттен біле аласыздар. Қаланың барлық стадиондары бір айдан аса жабық тұр. Адамдар оларды мұндай қалыпта көруге үйреніп қалған. Карантин күшінің әлсіреуі физикалық дайындық пен даладағы жаттығу құралдарын қолдануға рұқсат бермеді. В плане открытия спортивных. Жоспарымыз бойынша спорттық нысандарды ашуды қарастырмадық. Карантин жалғасуда, барлығы жабық тұр. Барлық жаттығу құралдарына баруға тыйым салынған. Балалар мен ата-аналар балалар алаңына ғана бара алады. 14 жасқа дейінгілер қараусыз жүрмеуі қажет. Әрине, барлық стадиондар жабық. Спортшылар карантинде жүргенде шенеуніктердің жұмысы күшейді. Елордада шыққан жарлық бойынша Олимпиада, Паралимпиада және Судлим ойындарының жеңімпаздарына пәтер табысталуы қажет. Осы ретте Еуропа және Азия чемпионаты туралы ештеңе айтылмаған. Аймағымызда Анна Шевченконы мысал ретінде келтіруге болады. Ол алтын медальсыз пәтер алды. Анна Шевченко это за счет спонсорских средств было. Анна Шевченкоға демеушілеріміздің қаражатына универсиада жеңімпаз атағы үшін пәтер сатып алынды. Бізде әлем чемпиондары, Азия жеңімпаздары да бар. Оларға ештеңе берілмейді. Әлем чемпиондары Олимпиада ойындары үшін 12-16 адам қатысады дейді. 4 жылда 12-16 пәтер аз. Әлем чемпионаттарына да баспана беруге болушы еді. Олар да ерен еңбек етеді. Төтенше жағдай аяқталғаннан кейін Павлодар облысында көптеген спорттық шаралар өтетіні анық. Бұл туралы аймақтық басқармада айтты. Ең бастылары іріктеу чемпионаттары мен біріншіліктер. Әрине, жергілікті спортшылардан жоғары нәтижені талап етпейді. Себебі карантин кезінде дұрыс дайындық болмады. Алайда барлығы бірдей жағдайда өнер көрсетеді. Қолдобы бөлімінің өкілі Владимир Морозов ортақ физикалық дайындық бойынша өткен жарыстың жеңімпаз атанды. Ал арулар тобында үздік нәтижені Аида Еркінова көрсетті. Бұл уақытта кәсіби атлеттер үйде жаттығу жүргізу мүмкін еместігін айтуда. Мәселен, Азия чемпионы Ольга Сафронова орталық алаңның жүгіру жолдарына тезірек шықсам дейді. Ольга Сафронова өзінің ұлттық құрамадағы әріптесінің жаттығуына қызығады. Дамил Сүтчанов карантинді туған өлкесінде өткізуді шешті. Азия чемпионы үшін далада жаттығу басты арманы. Жеңіл атлетика өкілі қазір Алматыда. Кішігірім бір бөлмелі пәтерде құралдарсыз жаттыға алмайсың дейді. Арнайы резеңкемен жаттығуға тура келеді. Бапкер барынша қолдағы заттардан құрал қалай жасауға болатыны туралы айтады. Дамил мүлдем ауылға кетіп қалды. Онда жағдай қарастырылған. Далада емін еркін жүгіруге болады. Жүгіру жолдарымен стадионға Ольга бара алмайды. Осы ретте үйде оқшауланып қолдағы құралдарды қолдануға мәжбүр. Пәтерде бірнеше рет өзінің сүйікті қашықтығын жүгіреді. Алайда рекорд орнату қиынға соқты. Қазір ең бастысы жұмыс көлемін орындап шығу. Біз айдың басында наурыз кезінде ыстық көлде жаттығу жиындарын орындадық. Кейін Қазақстанға қайта оралуға тура келді. Барлық шетелдегі спортшылар қайтарылды. Бүгінде үйден қашан шыға алатынымызды күтудеміз. Толыққанды жаттығу жасағым келеді. Барлық спортшылар карантиннің аяқталуын тағатсыздана күтуде. Оқшаулану кезеңі шешілгеннен кейін Олимпиада қатысушылары дайындыққа кіріседі. Біздің жеңіл атлетіміз Ольга Сафронова Токиодағы ойындарға дайындалады. Павлодарлық мәнерлеп сырғанау шеберлері маусымдарын сәтті аяқтады. Команда жарыс жылының қорытындысын шығаруда. Бүгінге дейін жерлестеріміз барлық ірі чемпионат пен кубоктардың жеңімпаздары атанып үлгерді. Жаттығу жұмыстарын айдыннан тыс жалғастыруда.
Мұз айдынының орнына пәтерлердің шаршы метрлері. Жас павлодарлық сырғанаушылар Олимпиада ойындарының чемпиондарынан үлгі алады. Бұл әрине спортшыларды біріктіреді. Бапкерлер штабы маусым жарыстарының қорытындысын шығаруда. Наурыз айының ортасында мәнерлеп сырғанаудан соңғы жарыс өтті. Оны Нұр-Сұлтан қаласы қабылдады. Бүкіл елдің жас сырғанаушылары қатысты. Сыздықова Айжан мен Мұхамедова Аянат керемет өнер көрсетіп, жүлделі орын еншіледі. София Зинченко Алматы қаласында өткен беделді жарыстың қола медалисі. Бұл нәтиже басқа спортшыларға дем бергендей. Үйдегі жаттығу барысында спортшылар чемпиондардан үлгі алуға тырысады. 1,5 айдан аса мұзға шықпадық. Үйдегі жұмыстың оң және кері тұстары бар. Әлемнің барлық сырғанаушылары айдынның қадірін түсінуде. Жерлестерімізге чемпиондардың онлайн жаттығу жұмыстары үлкен сеп. Мәнерлеп сырғанаудың жаңа маусымы тамыз айында басталмақ. Бұл егер мұз сарайы жұмысын жалғастырса. Спортшылар ел біріншілігі, Қазақстан кубогы және спартакиадада өнер көрсеткісі келеді. Қазақстан чемпионаты төтенше жағдай тәртібі алынып тасталғаннан кейін қайта жанданады. Ұлттық федерация мен кәсіпқой футбол лигасы 2 нұсқаны қарастыруда. Негізгісі 2 айналым өткізу. Қосымшасы осы маусымды күз-көктем жүйесіне өзгерту. Бүгінге осы, аман сау болыңыздар. Сәуірдің 30-ы бейсенбіге арналған ауа райы болжамымен Бибінұр Мұқашева. Армысыздар, Алматыда күн ала бұлтты, жаңбыр жауып найзағай ойнайды. +18. Көкшетау қаласында да жаңбырлы күн, 15 градус жылы. Петропавлда да жаңбырлы болады, күн ала бұлтты, 13 градус 0-ден жоғары. Өскемен өңірінде жауын шашынды, +24. Ал Семей қаласында жаңбыр сіркірейді, 25 градус 0-ден жоғары. Қарағанды қаласында да жаңбыр жауады деп күтілуде, +14. Елордамыз Нұр-Сұлтанда жауын шашынды, 14 градус 0-ден жоғары. Қазгидромет орталығының синоптиктері Павлодарда жауын жауып, найзағай ойнайтынын. Күндіз +21, ал түнде ауа температурасы +8 градусты көрсететінін болжайды. Аман сау болайық.